иманың әлсіреп, жүрегің қатайып бара жатса не істе дейді? Жетімнің бар басын сипа дейді. Көресің сол кезде дейді. Жүрегің қатайған кезінде бар да жетімнің басын сипа. Шынымен істеп көріңіздер иншалла. Қалай жылайсың аналармен бірге отырып? Көңілің босап, жүрегің елжіреп, мына жақта мынадай да адамдар бар екен ғой деп сондай бір күй кешесіз. Өйткені олар әке шешенің мейірімін көрмеген адамдар. Олардың өзі тас жүрек болып кетіп бара жатыр да. Міне сол жетімнің ақысын жеп атқан адамдар қоғамда шаш етектен. Бауырының дүниеден өтіп бара жатқан кезде тастап кеткен балаларына өзінің ағасы қиянат жасап атқан адамдар бар. Ол да жетімнің ақысын жеп жатыр. Балалар үйіндегі жетімдерге апарып беріп жатқан тамақтарды үйіне тасып, адамдарға сатып жатқан, келіп жатқан, сойылып жатқан қойларды сатып жатқан адамдар бар. Олар да жетімнің ақысын жеп жатыр. Ертең қиямет күні олар өздерінің ауыздарына отты жейді олар. Міне, Аллах Тағаланың аяты, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның Миғраж түні көрген оқиғасы осындай.